Баршаңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін 2026 жылдағы алғашқы видео, яғни армандар картасын бірге жасайтын боламыз. Жалпы әдетте мен армандар картасын жасаймын, әрқашан білесіздер деп ойлаймын Инстаграмнан. Жалпы осы жылы мысалға 2025 жылда мен өзіме өте күшті мақсаттар қойдым. Оның бірі көбінесе мысалға мен брекетім орындалды. Одан кейін мен грантқа түсемін деген болатынмын. Университетте грантқа түсін 120 балл алдым, алтын белгі дедім. Алтын белгіге бітірдім, тура солай 120 балл дедім, 120 балл жинағым болатын, қызық факт. Одан кейін ең күшті орындалған дүниелердің бірі, ол менде көбінесе өзімнің жасаймын курсымды ашамын деген дәл солай курсымды ашып 50+ оқушыны алып, одан кейін блогерлермен кездесу, яғни сатураж жасау болатын. Өзімнің сүйікті блогер Маужан Қазбекова араласып кеткен курс алып жұмыс жасадым, және қазір командасындамын, шүкір Аллаға. Дәл осылай сонымен сіздерге армандар картасын түсіндіргім келді. Нашта озвучка менде өшіп қалыпты, поэтому қазір заңды озвучка істеп жатырмын енді. Вот. Сол үшін армандар картасы жалпы дегеніміз не? Армандар картасы бұл расымен де орындалатын дүние. Армандар картасын визуализациямен орындау керек. Оны сіздер үйден де жасай аласыздар. Шынымен ең бастысы бұл жұта дүние сеніп жасау керек. Көп адамдар сенбей жасайды. Сенбей жасағанның әсерінен өте қатты бір орындалмай қалып жатса, өзінің көңіл күйінде жазады. Бүгін оған осындай армандар картасы келген болатын. Өздеріңіз көріп тұрғаны міне Балжанға арналған армандар картасы деп, осы армандар картасын заказ бердім. Сіздер можете суреттерін шығарып жасауға, или болашақта менде фотосессия жасап жатырмын. Енді вот ішін кішігірім анпакинг істейік. Бұл жақта енді ішінде осындай лента болып тұрған болатын. Лентасы өте әдемі болды енді. Одан кейін жалпы ішін ашқан кезде тағы лента, осы жерге A3 ма A2 ма білмеймін, осы жерге жабыстыру керек біз, короче. И одан бөлек осы талисман, яғни біз армандар картасын 9 секторға бөліп, және менің 2 суретімді шығарып алып келіпті. Инстаграмдағы өте үлкен рахмет. И және 9 сектор маған кейін махаббат, ақша, байлық деген сияқты сондайға бөлетін боламыз. Осы 9 сектордың арқасында и солай жетістіктерге бөліп жазатын боламыз бұл армандар картасын. Вот қарасаңыздар, прям әдемі армандар орындалады деп сонымен қатар салып қойыпты. Бұл жерде өте приятно болды маған. Енді мен көп жасағанымды түсіре алмадым, бірақ сонда да тырыстым. Жалпы толығымен көп видеоның барлығын сіздер Инстаграмнан тапатын боласыздар. Инстаграм, тиктокқа тіркеліп қойыңыздар. Вот. Енді өздеріңіз көріп тұрған солай армандар картасын жасаған болатынмын. Арман туралы құжат, 100 арманды жазу деген сияқты блокнотты салып жіберген болатын. Шынымен өте бір адамға приятно болады екен. Үлкен рахмет айтамын. Тағы да вот мен бір жылдан кейінгі қазір деген сияқты нелер бар екен. Одан кейін ішіне ашқан кезде инструкциясы, яғни құралы, қалай қолдану керек, қалай жасау керек. Жалпы армандар картасын жасаған кезде ең алдымен ішінде өзіңнің басты сенің суретің болу керек ортасында, және аффирмациялар соларды жабыстыра отырып, осылай әдемі суреттерді жабыстыра отырып, сен жасауың керек болатынсың. Вот осылай өте әдемі жасалған. Енді армандар картасын бірге жасайтын боламыз. Даже сіздерге қазір инструкциясын барлығын көрсететін боламын. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Лайк барлығын қолдап отырыңыздар мені. Мен сіздерді жақсы көремін, сіздерді қалдырмаймын. Енді ең қызығы дәл қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Және ортасында сіздердің суреттеріңіз болады деп айттым. Енді бастайық. Қалайынша кеттік. Балжанға арналған армандар картасы дейді. Жалпы ішінде ең алдымен өзімнің 2 суретімді шығарып қойып, сосын армандар орындалады және инструкциясы. Ең алдымен ішіне өте керекті заттарды, яғни мен ортасына өзімнің суретімді жабыстырамын, және жанына мансап, карьера деген жақсыларды бөліп, секторларға бөліп, керекті карталарды кесіп алып, жабыстырып, және аффирмация бар екен, сол аффирмация жасадым, және соңында итогысында өте қатты ұнаған болатын. Рахмет.